Kanekey bir şapalak ұрып қоймаймыз ба Канекей? Ал ассалаумағалейкум. Төрдегі аталарға, ақжаулықты аналарға қыла көр деп аман алла сіздерді бір аллаға сиынып, сәлем бердім eğilip. Бізді аманға, қанатты көңіл алғанда, ұстырғай емес шырылдап, көк шуағыма салғанда. Мынау үйлендің, үй болдың, Құдай қаласа мынау үйленің оңай, үй болу қиын дейді. Оның бәрі өтірік, бір-біріңді түсінсеңдер, үй болу да қиын емес, үйлену да қиын емес шынын айтқанда. Ал енді жарасымды жұп па? Жарасымды жұп болса бір шапалақ ұрмаймыз ба Канекей? Бәрекелді. Ал Қасым, бір енді халқыңа бір қолыңды бүйтіп бұлғап қойшы. Кәні бұлға. Екінші қолыңмен бұлға. Бұл Қасымның бойдақтықпен қоштасуы деп біліңіздер. Мына келіншегің арайлымды ұрасың ба? Ұрмайым дейді. Ұрма. Егер ұрғанның басына мүйіз шығатын болса, осы жерде біраз ағалар мүйізбен келетін еді. Енді сенің мойныңда зор міндет тұр, атқарам деп бәрінде сенің қылдың. Қасым ұрсып жүрмесін қой дедім деп, Мәкең ұрсып жүрмесін бұл келін деп, сенің ақылды екеніңе күмәнім жоқ, себебі сенде мін жоқ. Мен ессіз қызды алатын Найманның ессіз ұлын көргенім жоқты. Bir шапалақ ұрып қойыңыздар керек.